Сәлеметсіздер ме? Мен Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының Мойынқұм ауданы білім бөлімінің Сәкен Сейфуллин атындағы шағын орталықты орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің информатика пәнінің мұғалімі Сәрсенбетова Гаухар Амангелдиевна. Менің бүгінгі үздік бейне сабақ байқауына ұсынып отырған бейне сабағымның тақырыбы арифметикалық өрнектердің жазылу ережесі. Сыныбым 6 сынып. Мен 14 қараша 1986 жылы туылдым. Білімім жоғары. Бітірген оқу орным Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті. Мамандығым информатика пәнінің мұғалімі. Еңбек өтілім 8 жыл, педагог сарапшы категориям бар. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы арифметикалық өрнектердің жазылу ережесі. Бүгінгі сабақтағы мақсатымыз Python тіліндегі сызықтық алгоритмдерді жазу. Балалар, бүгінгі сабақта біз математикалық өрнектерді Python бағдарламасында түрлендіруді үйренеміз және арифметикалық өрнектерді орындау ережесімен танысамыз. Балалар, өрнек дегеніміз бұл арифметикалық және логикалық амалдар таңбаларымен біріктірілген айнымалылар мен сандық тұрақтылардың тізбегі. Арифметикалық өрнек арифметикалық амалдармен біріктірілген өрнек болып табылады. Мысалы, көбейту, қосу, алу, бөлу амалдарын айтамыз. Арифметикалық амалдардың Python тілінде жазылуы келесі кестеде келтірілген балалар. Балалар, қарап отырсаңыздар, қосу белгісі күнделікті математика сабағында қарастырып жүрген таңбамызбен бірдей екен. Алу бағдарламамызда. Ал балалар, көбейту белгіміз біз күнделікті сабағымызда нүктемен белгілесек, Python тілінде біз балалар жұлдызша белгісімен белгілейді екенбіз. Бөлу амалын балалар біз қисық сызықпен белгілейді екенбіз. Ал егер дәрежеге байланысты есептер келсе, біз дәрежені 2 жұлдызшамен белгілейді екенбіз. Ал бүтін бөлікті шығару үшін 2 қисық сызықпен белгілейміз. Ал қандай да бір есептің қалдығын анықтау үшін пайыз белгісін көрсетеді екенбіз. Сонда балалар, мысалға қарайықшы міне, 7 қосылған 3 нәтижесінде 10 шығады. Яғни бұл қосу амалы екенін білдіріп тұр. Ал 7 жұлдызша 3 дегеніміз, яғни бұл жерде көбейту амалы орындалып тұр. Яғни көбейту амалын біз жұлдызшамен белгілейді екенбіз. Ал бөлуді мына жерде 7 бөлінген 3, яғни қисық сызық таңбасымен белгілейді екенбіз. Ал балалар, есептегі бүтін бөліктің анықтау үшін не істейді екенбіз? 2 қисық сызықпен белгілейміз. Яғни балалар, 7-ні 3-ке бөлген кезде 2 шығындысы, ал қалдығы 1 болады. 2 негізгі саны, яғни бүтін бөлік керек болса, біз 2 қисық сызықпен қолданады екенбіз. Ал қалдығын көрсету керек болса, біз пайыз белгісін көрсетеді екенбіз. Сонымен қатар балалар, арифметикалық амалдармен қатар бізде көптеген математикалық амалдар бар. Математикалық өрнектерді Python тілінде біз келесідей жазамыз. Мысалға, санның модулін табу үшін біз ABCX жақшаға алып жазады екенбіз. Ал дәрежеге шығарудың бізде тағы бір түрі бар екен. Ол дәрежеге шығару POW көмекші сөзінің көмегімен жазуға болады екен. Ал түбірді балалар қалай жазады екенбіз? Міне, SQRT X санымен. Балалар, енді мысалмен қарастырайық. Мысалы, бізге A-ның 4-ші дәрежесін есептеу керек. Python тілінде жазатын болсақ, оны қалай белгілейді екенбіз? POW жақшаның ішінде A-4 жақша жабылған, немесе A2 жұлдызша 4.
Ал келесі өрнекті қалай жазылады екен? Міне көріп тұрсыздар. Y тең A қосылған 2B минус 3C бөлінген 5A қосылған B. Яғни бұл бізге бөлшек түрінде берілген математикалық өрнек. Оны Python тілінде жазған кезде A қосылған 2 көбейтілген B минус 3C көбейтілген C жақша жабылған қисық сызықпен бөлу амалын көрсетіп, жақшаның ішінде 5 көбейтілген A қосылған B деп жазуымыз керек екен. Мына жерде бірінші мысалда балалар бізде дәрежені пау амалымен көрсетсек те болады екен, және екі жұлдызшамен. Ал мына үшінші мысалда қарастырайық. 5 көбейтілген x-тің 3 дәрежесі, яғни бұл жерде бұл мысалда балалар екі жұлдызшамен көрсетілген екен. Ал енді балалар бірінші тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырмамыз бізде сәйкестендіру кестесі. Сәйкестендіру кестесіндегі математикалық тілде берілген математикалық өрнектер және Python тілінде жазылуы берілген. Осы өрнектерді салыстыруымыз қажет. Ал жақсы балалар, ендеше дұрыс жауабын тексеріп салыстырайық. Жауаптарымызбен сәйкестендіріп, дұрыс емес жерлері болса дұрыстап белгілеп, өзімізге еске сақтап алайық. Келесі тапсырмамыз балалар. Y мәнін табуға болатын программа құрастыр. Y-тен A қосылған 2B минус 3C плюс 5A. A-ның мәні 4-ге тең, B-ның мәні 5-ге тең, C-ның мәні 2-ге тең. 0,32 деген нәтижеміз шығу керек. Осы тапсырманы Python бағдарламасын құрастырып, есептеуін шығаруымыз қажет. Балалар, келесі тапсырмамыз X мәнін табуға болатын программаға құрастыруымыз қажет. Бұл жерде берілген X тең A-ның 3 дәрежесі плюс 4B плюс 4AB квадрат минус 7. Келесідей мәндері берілген. A тең 4-ге, B тең 5-ге, C тең 2-ге. Нәтижесінде 477 саны шығу керек. Жақсы балалар, есептерді шығарып есімізге сақтаймыз. Ал балалар, бүгінгі сабағымыздағы тапсырмаларды орындап біттік. Енді осы сабағымызды қорытындылау үшін learning.org display сайтында келесі тапсырманы орындауымыз қажет. Жақсы балалар, бүгінгі барлық тапсырмаларымыз орындалды деп есептеймін. Кері байланыс бөліміне көшейік. Кері байланысқа мына келесі сілтемемен өтіп, сол жердегі 3 сұраққа жауап берейік. Балалар, өте жақсы. Үй тапсырмасы. Арифметикалық өрнектерді жазу ережесі. Балалар, оқулықтағы 89-шы беттегі үй тапсырмасын орындауымыз қажет, және skills4u.ru сайтындағы мына сілтеме арқылы өтіп, машықтану есептері шығаруымыз қажет. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.